Лайк бағдарламасы жарнамадан оралдық. Ортада Олжас және Фортуна. Олжас ұсыныс тастаған болатын. Бірге қол ұстасып жобадан кетейік, содан кейін барып мәселенің барлығын шешейік дегендей. Менің ойыма бір ұсынысыңыз орнында ғой, Иә. Дәл осылай. Иә, дәл осылай. Ой жинақтаймын дедіңіз жаңа. Айтып қойдым уже. Дәл осылай болу керек. Осылай негізі. Менде бір сұрақ туындап тұр. Бұл ата-анаңыздың талабы емес пе? Әлде өзіңіздің ойыңыз ба? Жоқ, негізі өзімнің талабым ғой. Нақты өзіңіз. Иә. Фортуна, Олжастың нақты шешімі екеуміз жобадан бірге шығып, махаббатымызды сыртта дәлелдесек дейді. Не дейсіз? Жоқ, қатты серьезный музыка керек емес. Балауса ханым, Олжасы жақсы көрем, бірақ та ата-анасымен сөйлесіп, мені кішкене таныстырып, солай істеу керек қой. Әлі жұпта емеспіз, мен де үйімде әке-шешем бар шығар, может, мен де Не алмай Тағы да ескерту, жалпы Сұлтанбент қандай ән ойнайды, өздері біледі. Біздің өтінішімізбен ғана кейде ойнайтыны болмаса, ал негізінде өздері біледі. Қазір сіздің жауабыңыз нақты Олжасқа, сіз санасып отырған сияқтысыз Олжаспен. Егер де былай жасасаң, онда шығамын дегенде. Егер де дәлелдей алмай қалсаң, онда шықпаймын деген сияқты. Бір енді сіз сөйлесіңіз. Қазір сіздің өзіңіз шақыртып алдыңыз, бір жауабын естіп, шешім қабылдайтын уақыт келіп жатыр. Тыңдап отырмыз сізді. Айтсақ, Балауса Ойланғанша түсінбедім бар ғой. Өзің бір емес, екінші рет сұрап алған таныстығы, өзің сүйем сені, ойбай Олжас келші дедің, келді. Бұл да, мысалы, мен Олжастың орнында болсам, Балауса ханым, менде де сәл күдік болатын еді, өйткені өзі таныстықты тоқтатты ғой, дұрыс па? Ананы айтты, мынаны айтты, внимание бөлмеді деп. Бірақ соның өзінде Олжас Фортунаға сеніп кеп тұр. Бірақ сонда да адам ішінде кішкене бір сенімсіздік дүние болады ғой, адам келгеннен кейін. Может, сол нәрсені кішкене өзің бір доказать етесің, просто өзің қазір мына жақта екі сөйлеп отырсың, ата-анаң деген сияқты. Бұл саған айтып тұр, нақты сыртқа шыққаннан кейін оның бәрін жөнделеді. Еркеш пен Айда да кетті ғой, тойдың несіне кетіп бара жатыр, мысалы, бәрі жақсы. Тура сол сияқты нәрсе. Просто сен қазір жобаны қимай тұрсың. Болды, мен сондай Фортунаны ғана көріп тұрмын. сен қимай тұрсың, мен емес, Әлішер. Жоқ, сен жаңа не дедің? Маған кепілдік керек. Мен Олжаспен шуын шыға салам да, мысалға. Аржанда ата-анасымен таныстырады, ата-анасы маған түбегейлі қарсы болса, сонда мені чемодан ұстап ақтауға кетіп қалам ба? Мен не істеймін сонда? Балауса ханым, мен айтам да, қаяқтан Аруна, қаяқтан саған кепілді, қаяқтан деймін да, білмеймін, айтып тұр саған, эфирге шыққаныма да қарсы, сен эфирде отқаныңа да қарсы деп тұр. Сен эфирден кетпейінше ол нәрсе кетпейді. Және де мен саған айтқым келеді, мүмкін осы жердегі жаңағыдай жұмыс жасайтын ер азаматың болғаннан кейін басқаларына да қатар сөйлейтін шығарсың, бірақтан да менің сөзімді көтере алмай қалдың ба деп, ол тарапқа қарай сөйлеме деп айтқым келеді екінші мәрте. Ладно, біздің әңгімеге кішкене бет бұрайық. Бұл жерде енді Балауса ханым, бұл жерде енді былай қарап тұрсақ, Адыл сөзін аяқтап алсыншы, Алмат содан кейін. Мен жаңа деген Фортунаға сұрақ қойдым ғой, мына жерге шыққан кезде. Олжас қазір саған эфирден кетуге ұсыныс тастаса дайынсың ба деп. Дайынмын деді. Енді мынау жерде мысалға Фортуна сен сонда жобаны қимай тұрсың ба? Или қалай сонда түсінбей тұрмыз мына жақта? Саған қандай кепілдік керек? Ол саған айтып жатыр ғой, Олжас деген ата-анаммен қазір деген бәрін эфирден шыққан. Қазір бар ғой, барлықтан бір әңгімені айтып жатсыңдар да, жобадан шық болды, Олжаспен жалғастыр дейді. Онда мен жақсы көрем, Олжасты жақсы көрем, жобадан шыға салам, бірақ ар жағында ата-анасы маған түбегейлі қарсы болып қалса ше, мен кішкене ата-анасымен сөйлестірсінші. Онда Олжастың ата-анасын алдаған өзің бар нотариусқа қол қойдырып алыңдар онда. Бұл жерде негізі Балауса ханым, бұл жердегілердің барлығының өздерінің бастарына келмегесін, бұндай ситуация айта салуға оңайда, былай қарап тұрсақ. Бірақ енді жерде жатқан қыз емес қой бұл қызда. Ата-анам мені кәдімгідей қарап, бақылап отыр, эфирде көріп отыр, таныстықты деп отыр да, мысалға. Бұл барлығын айтып отыр. Қыз жігіт па, жігіт осы жақта болсын, болмай ма, жарайды енді жолмен кетсін деген әңгіме ғой былай айтқанда. Зачем ол қызды алып кетіп, ертең күні брат сен оны бақытты қыла алатыныңа сенімдісің ба? Мысалға, менде қыз болса, менде бармас едім, былай қарап тұрсаң. Сен қай жерде бастады, сол жерде аяқтағысы келеді әрбір адам. Именно осы жобаға келген адамдар осы жақта аяқтағысы келеді деп ойлаймын. Жақсы.
Баласаған негізі бұл жерде бір жағынан фортуна түсінуге болады ғой. Бәрі жобаны қимайсың деп айтуға болмайды. Кішке шынымен де ғой, шығып кеткеннен кейін арасында ұрыс керіс болады. Білмейді ғой мысалы не болатынын. Просто фортунаның кепілдік деп айтып отқандағысы, бағана сіз айттыңыз ғой, бұл талап ата-анаңнан тыңба деген сияқты. Ата-анаңнан сөз алып келіп, егер де жобадан шығатын болса фортуна, біз қарсы болмаймыз деген сөзді фортуна естігісі келіп отыр шынымен. Балауса ханым, мына жерде енді пікірлер әртүрлі болып жатыр. Басым бөлігі фортунаның кеткенін бір күтіп отырғанда, я кет деп жатыр да. Бірақ енді бұл 15 жасар қыз емес, 18-дегі адам емес, бір рет күйген адам болғандықтан уже трезво қарайды да, уже розовый очкиді кесіп, болды, мен жақсы көріп тұр ғой деп кете беретіндей емес. Кез келген нәрсе бір этаптардан өтеді да. Бұларда әлі таныстық этабы ма, жұппай жүр, түсінбейміз. Бірақ дегенмен жігіттің ата-анасы қарсы болып тұр, қыз айтып тұр, мен сезімім бар, я. Бірақ дегенмен жігіт келсе, жігіт сүйсе, жігіт те өзінің тарапынан бір қадам маған жасасын, бір рет таныстырсын, болды, мен кетем деп тұр. Кетудің өзі үлкен қадам. Себебі мына жерге келген адам негізі не үшін келеді? Көбіне осы гарантия үшін келеді ғой. Барлық этаптар орын-орынмен өтіп, жауапкершілік алу деген сияқты. Ал мына жерде көбі керісінше, я жігіт келді ғой, болды, кете бер деген сияқты нәрсеге сүйеніп отыр. Мына жаққа да қарасайсың бұл жерде. Садолет деп отыр, Шарияр. Былай ғой, Айнұрға толықтай келіспеймін, себебі неге десеңіздер, енді былай. Жақсы. Шешілмеген мәселе бүгінге